Ақтөбе облысында тірек мектеп ашылды. Алға ауданына қарасты Бестамақ ауылындағы білім ордасы үлгілі оқу орындарының біріне айналған. Негізгі материалдық техникалық базасы жаңартылып, оқушылардың шығармашылығын шыңдауға жағдай жасалған. Ең бастысы аймақтағы тағы 3 мектепте білім сапасын арттыруға мүмкіндік туып отыр. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Назерке Сүлейменова қысқы демалыстан оралған сәтте 10 жыл білім алған мектебімді танымай қалдым дейді. Су жаңа парталар мен электронды тақта, қажетті құрал жабдықтармен жарақталған зертханалар ауыл балалары үшін күтпеген сый болған. Бұрында компьютер, ноутбук бәріне жетпейтін еді. Қазір басымызда жасап, отырып қолдана аламыз. Химия кабинетінде құрал жабдықтар, жаңадан тәжірибелер жасап, жаңадан көріп, қызықтап оқып жатырмыз. Тірек мектептердің әлеуетін арттыруға бағытталған жоба аясында бұл білім ордасына Қазақстан халқына қорына 250 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Химия мен физика, информатика пәндерінен бөлек еңбек кабинеті, арт-студия мен STEM зертханасы жарақталды. Робототехникаға қажетті құрал саймандары мен заманауи үлгідегі кітапханасы да бар. Нәтижесінде оқушылардың сабаққа қызығушылығы санаулы күн ішінде артқан. Зертханалық жұмыстарды бұрын біз виртуалды түрде өткізетін болатынбыз. Қазіргі таңда реактивтерді пайдалана отырып, толық зертханалық жұмысты өткізуге мүмкіндік алдық. Оқушылардың қызығушылығы әрине байқалады, барлығы да химия кабинетіне келуге асығады. Білім беру жүйесі Назарбаев зияткерлік мектебінің үлгісіне сай жасақталған. Педагогтар аталмыш оқу ордасында біліктілігін арттырып, бала оқытудың жаңа әдіс тәсілдерін игерді. Тірек мектептің ұстаздары ендігі кезекте өз тәжірибесімен өзге де әріптестерімен бөлісіп, көрші білім ордаларының оқушыларына дәріс беруі тиіс. Бірыңғай кесте құру жоспарланып жатыр. Жаңағы магнит мектептеріміз бар, 3 мектеп. Сонымен біздің мектептің сабақ кестесі бірыңғай орналастырылып, сол химия болатын күні, мысалы, оның оқушылары біздің мектепке алып келіп, сол химияны ортақ өткізуге жоспарлап отыр. Облыстық білім басқармасының мәліметіне сәйкес, ауыл мен қала мектептеріндегі білім сапасының айырмашылығы қазір 15% төңірегінде. Мұның басты себебі қажетті материалдық техникалық база мен білікті мамандардың тапшылығы. Сондықтан бұл үрдісті азайту мақсатында өңірде білім ал жобасы да жүзеге асырылуда. Облыстағы 120 ауыл мектебінде қазіргі таңда ірі жетекші дарынды балаларға арналған мектептердің 35 үздік ұстазы химия, биология, география, физика және ағылшын тілі пәндері бойынша сабақ беруде. Бұл ауылдағы бірнеше пәнді біріктіріп оқытатын жаңағы ауыл мектептеріндегі кадр тапшылығын жою мақсатында. Қазір Ақтөбе облысында 282 ауыл мектебі бар, олардың 204-і шағын жинақты. Аталған оқу ордаларында білім беру сапасын арттыру үшін өңірде тағы 4 тірек мектебін ашу жоспарланып отыр. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, Хабар 24.